Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Дилорам. Бүгін біз сіздермен өте нәзік және дәмді болып шығатын сосискалы булочкалар жасайтын боламыз. Менің каналымда бірінші рет болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге сүт, өсімдік майы, тұз, ашытқы және қант қажет болады. Ең алдымен жылы сүтімізді құйып, оған 1,5 ас қасық қантымызды және жарты ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді өсімдік майымызды құямыз және 1 шай қасық ашытқымызды салып араластырамыз. Жүз 30-150 грамдай ұн кетті. Менде ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қолға жабысатын, сәл-сәл қолға жабысатын қамыр илейміз. Қамыр осындай қолға жабысатын болады. Азғантай май құйып, тағы қамырымызды біркелкі масса болғанға дейін илейміз. Қамырымыз осындай сәл қолға жабысатын, бірақ та өте нәзік қамыр болады. Енді оны бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа алып қоямыз. Қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтерілді және жұмсақ қамырмен жұмыс жасаған өте оңай және ыңғайлы. Қамырымызға осылай сәл-сәл ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Енді 10 бөлікке бөлеміз қамырымызды. Және осылай көрсетілгендей сосискаларға орап шығамыз. Ораған кезде қамырымыз бір-бірінің үстіне оралуы керек. Әйтпесе піскен кезде аралары ашылып кетуі мүмкін. Мен бөлікке бөлген кезде сосисканы 12 штук деп ойлап, 12-ге бөлген екенмін. Бірақ та менде сосиска 10 штук болды. Сондықтан соңында 3-4 қамырды бірге қосып, басқаша жолмен тағы орадым. Ол стильді де қазір көресіздер. Осылайша орап-орап противнімізге жайғастырамыз. Мінекей қалған қамырымызды 4 бөлікке бөлдім және осылай ұзынша етіп жайып, үстінен оқтаумен басып қоямыз және сосискаларымызға орап шығамыз. Бұл 4 штук менде қамыр сәл көбірек болғандықтан қалыңдау болып шықты. Бетін жауып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Сонда тағы көтеріледі. Енді көтерілген булочкаларымызға жұмыртқа жағып, үстінен қалауларыңыз бойынша күнжіт себесіздер және қысып тұрған пеште асты-үсті қызарғанша пісіріп аламыз. Сосискалы булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.